Али Пойрас Уздемир, Әлімжан Жауынбай, әлем чемпионаты. Е4 С5, Сицилиян қорғанысы, АТФ3, АТС6, Д4 СД, АТ4, АТФ6, АТС3, Е5. Бұл енді Челябинский вариант деп аталады. Ат Д, Б5, бұл жүрістің ең басты мақсаты, мына Д6-ға ұмтылу. Д6 піл Ж5, бұл енді байлау әдісі. А6 ат А3, Б5, дәл қазір Б4 деп қос соққы жасағымыз кеп тұр. Ат Д5 және піл Е7. Алдық және С4. Бірден мына Б5-тегі сарбазға шабуыл жасау. Бірақ Д4-тегі торды да әсер етеді. Б4, ат С2 және А5 бұлай қорғаймыз. Уәзір F3 енді арманы мына дың, соңген ат Е3, ат Д5 деп мына жерге шабуыл жасаудың амалы. Бірақ біз деген қорғанамыз. Піл Е7 және тура Д1. Өткен Д4-тегі торды бақылауда ұстап тұру керек, ол өте маңызды. Рокировка, рокировка және С5 деп жүрді. Бірден ол енді түсінікті, былай алатын болсаңыздар, ат F6 шақ, соңген тура D8 деп жағдайыңыз қиындап кетуі мүмкін. Піл Е6 алдық және CD. Бұл енді сарбазға қатты қызығудың қажет жоқ, өткені патша рокировка жасаған жоқ, піл іске қосылған жоқ және тура да жұмыс істемейді. Уәзір Б7, уәзір Д3. Б3. Басқа да мүмкіндік болды, бірден піл А2 деген мүмкіндік болды, бірақ Б3 деп жүрді. Б3, АБ, піл Б3 және уәзір Б5. Алдық, ат А7. Ат А7 және мына пілге шабуыл жасадық. Көрейік, 0,27. Ақтардың кішігірім болса да басымдығы бар. Бұлай және тура D8. Дәл қазір мына өтетін сарбаздың хал жағдайын білу керек. D2 алдық және ат Е3. Бұл енді өрескел қате. Өрескел қате бұл жерде ең дұрысы пілді Е2-ке қою керек еді. Бірақ Али Пойрас Уздемир бұл жерде қателесті және ат Е3 деп жүрді. Дәл қазір қарасаңызда 0,28 болатын болса, мына жүрістен кейін минус 1,61 болды. Тура F D8 батареяны құрдық, мына D3-тегі пілге шабуыл жасадық, патша Е2, ат С6, мынандай амалдарды жүзеге асырудың мүмкіндігі тура С1 және ат Б4. Бірден 1, соңген 2, соңген мынау үшінші боп мына жерге шабуыл жасап тұр. С3, А4 мүмкіндік бар болса, мына пілге осындай тұрақтылық беру керек. Ж3, патша F8, ойының соңында патшаның белсенділігі өте маңызды. F4, F6, алдық және Ж4. Ж5, H3, H6 және ат F5. Бұл енді Каспаровтың сүйікті аттарының бірі. Алдық. Енді түсінікті, бұлай алатын болса, онда піл С4 деп жүремізде, байлап тастаймызда, тап-таза тураны жұлып аламыз. С6, Б2 қомағалар қатарына кірдік, дәл қазір А3, А2, соңын ат А4 деген әрекетті жүзеге асыратын болсақ, ойын аяқталады. Шах, бұлай, алдық, А3, шах, бұлай, шах, патша С5 және ат Е3. Басқа амал жоқ сияқты. А2, А6 және ат А4. Шын мәнде жағдай мына жерде ғана нашарлады. Мына ат Е3. Бірақ қана жүріс, осы бір жүрістің кесірінен қарсылас деген ұтылды.